Мен Жамбылға келген кезде жұрттың бәрі есінде ғой. Қап қараңғы қара түнек қалада, не газ жоқ, не свет жоқ. Менің ең үлкен істеген ісімнің бірі сол болды. 92 жылы бірінші болып кіргізген қазақтың бірімін. Атым шул адаммын, мен фамилиям жеңіл, сондай тез шулап кете салады. Мен жоғарыдағылардың ойына өте қарсы болғанмын. Біз жаңа мемлекет құрдық деген сияқты жаңа сөйтіп құртты ғой. Бізге ұрысу қиын болатын, себебі мен қаланың әкімі емес, мен жоғарғы кеңестің депутаты едім. Өте қиын қыстау кезде сіз ел тізгінін қолға алдыңыз. Бірінші рет сайлауға түскен адаммын мен 89 жылы. Жиналыс жасаймын күнде шырақтың жарығымен. Құр жүргеніміз жоқ, құрғаны оқу емес, әрі жұмыс істеп, айлық тауып. Тараз Алматы емес, Астана емес, это Тараз. Қалып кетті. Амалбектің тұсында СПТУ-лардың бәрін жауып, біраз адам жұмыссыз қалды дейді. Жоқ, ондай болған емес. Ел тізгінін ұстап жүрген Амалбек Тышановтың бір оңбай қателескен кезі бар ма? 4 ай жұмыссыз жаттым үйде. Ешкімге керек емес. Біз қазір өзіміздің ұлттық идентичность дейді ғой, өзіміздің негізімізді жоғалттық. Біз қай уақытта соны қайтарамыз? Біз сол кезде ел боламыз. Амалбек Тышанов өз-өзін 3 рет атып өліп қалыпты деген ақпар шықса, оған сенейік па, сенбейік па? Қайырлы күн, құрметті Сертин форум подкастының көзі қарақты көрермендері. Бүгін біздің подкастымыздың ерекше қонағы, екі дүркін жоғарғы кеңестің депутаты болған, 2 рет мәжілістің депутаты болған, сонымен қатар Шымкент қалаларын, Жамбыл облысын басқарған белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Амалбек Қозыбақұлы Тышанов. Қайырлы күн аға. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Қазір қайдасыз? Алматыда. Көп әкімдер билік басында жүрген, ол шенеуніктер зейнет жасына шыққаннан кейін ол кісілер экраннан кетіп қалады. Бірақ халықтың жүрегінде, жадында қалатын әкімдер болады. Сіз халықтың да жүрегіндесіз, экрандасыз да. Әлеуметтік желіден сіздің кесек-кесек ойларыңызды оқып, көріп отырмыз. Бұл билікке деген сіздің көңіліңіз толмаушылық па, әлде оппозиция деп айтуға келе ма, келмей ма, білмеймін. Енді оппозиция деген өзінде бір талдау керек сияқты, оппозиция деген нәрсенің бәрін. Егер мемлекетте болып жатқан кейбір келеңсіз мәселелерді соны ортаға салып пікір айтсаңыз, оппозиция деген шығарып алған. Қандай оппозиция болуы мүмкін? Мен қазақпын. Осында туып өстім, менің ата-бабаларым осында туып өскен. Сондықтан да ол оппозиция деген жараспайды жалпы ол. Ал енді пікір айту ол басқа әңгіме. Енді менде бір адамдай осы өз өмірімде жұрт қатары баяғы КСРО-ның кезінде білім алдық, оқыдық, сол жерде қызмет сол кезде бастадық, спортпен шұғылдандым. Енді жалпы адам былайынша айтады ғой, мына бала ананың құрсағында жатқанда 4 айда жан бітеді, соның өмір кітап жазылады дейді ғой, былай Құранның тілімен айтқанда. Ал енді мынау медициналық көзқараста да солай. Сол сияқты мен де сол өзімнің сол өмір кітабымда жазылған мәселенің бәрін көріп келе жатқан қазақпын ғой. Сондықтан да біздер енді КСРО-ның кезінде жұмыс бастағандықтан ба, ол кездегі жүйе өте бөлек болатын. Ол кезде жалпы жүйе болатын. Әсіресе кадрлық жүйе. Мысалы үшін менің жалпы өмірде қалыптасуыма ең бірінші себеп болған, ол енді мектепте ағам мектептің директор қызметін істеді, ең үлкен ағам. Сол кісінің қолында оқыдым. Сол кезде лабораториясы болатын, мектепте білесіздер ғой, физика, химия лабораториясы. Соны ағам саған керек болады, кейін оқығанда деп, 9-10 класстан сол 2 жыл лабораторияда жұмыс жасадым. Айлық алмай, просто мен енді оформдым, соны дәрілеп, мен ойлам, енді ол кісінің сол көрегендегі шығар, сәл де болса білімін ұлғайтсын деп. Одан бері Хрущевтің заманына тап болдық та, содан кейін ол кезде мынау мен 17 жасымда мектеп бітірдім, сөйтіп Шымкентке келіп, сол жердегі Қазақ химико-технология институтына оқуға түсіп, ол кезде Хрущевтің кезі бір апта жұмыс жасаймыз заводта, өзінің мамандығың бойынша, жаңағы таңдаған оқуға түскендегі мамандық бойынша, содан кейін бір апта оқимыз. Сөйтіп, сол 2 жыл болды оқыдық, сол 2 жылдың ішінде мына жұмыс тобына қалай кіріп кетіп, сол жаңағы жұмысшы тобына соның бірі болып шыға келдім мен өзімнен сол кезде. Қайнап жатқан сол тіршіліктің ішіне кіріп кеттіңіз ғой. Енді соның бір эпизодын айтсам,
сол қызық қой. Енді ауылдан келгеннен кейін біздер ұяң боламыз ғой, енді ауылдың балдары көп нәрсені. Жаңағы ол кезде цемзаводта газ жоқ, қазіргідей көмірмен жағып, жаңағы цементті шығарады ғой, шығарушыдан үлкен ұзын печке бар, айланып тұратын. Соның ішіне газ жіберіп, сөйтіп сол арқылы жағады анау неді, топырақты сөйтіп барып, содан цемент жасайтын. Оның енді технологиясы көп нәрсе енді. Сонда сменный жұмыс, алғашында түнгі 12-де жұмысқа баруымыз керек қой, сменге. Әлі жаспын, 17 жасар бала, біз үшін қала енді ол кезде үйрене қоймаған нәрсе, қалыптаспаған. Киноға барамыз сағат 7-ге 8-ге. Кинода отырып, есіме 12-де жұмысқа баратын есіме түссе, жүрегім су ете қалады. Аяғым ұшына түседі. Кәдімгідей қорқыныш сияқты бір сезім. Біртін соншалық үйреніп алдық, 1 сағат бұрын барамыз керісінше. Себебі ана коптеркада орыстар, көбісі орыстар ғой, орысша үйренгіміз келеді, ауылдан келдік қой. Содан кейін анекдоттар айтады. Не бір анекдоттар. Сөйтіп жүріп, қалыптасып, солардың бірі болып шыға келдік. Содан кейін бұл енді ең бір адамның қалыптасуына қажет нәрсе болғаннан кейін жастарға айтып жатқаным ғой. Мен ол кезде сол біздің ұтқанымыз сол болды. Құр жүргеніміз жоқ, құр ғана оқу емес, әрі жұмыс істеп, айлық тауып, сонда бір. Барлығына үлгердіңіз бе? Иә, үлгергенбіз, иә. Біреудің артынан кір әңгіме айту, өтірік мақтау бұл қазақтың түбіне жететін қасиет дейсіз. Иә, мен түбегейлі қарсымын. Бізді көп нәрседен шектейтін адамды адами қасиеттен шектететін бір нәрсе болса, осы өтірік мақтау, жаңағы көріп тұрып әдейі көзіне мақтау, соның әсер емес па? Мысалы үшін біздің көптеген адамдар, әсіресе мына спорттағы жастар, сол жаңа бір жақтан бір чемпион болып келсе болды, қасына 10 қазақтың балдары жиналады. Олардың ешқандай қатысы жоқ спортқа да, бірақ соған әйтеуір бір тіл тауып жабысып алып, соны өзінше мақтан тұтып, суретке түсіп, соны мақтап асыра сілтейді. Содан кейін соның бірі мына марқұм Саттархан. Жап-жас бала, иә, Бекзат Саттарханов. Жап-жас бала 19 жасында сондай бір үлкен биікке көтеріліп келген кезде, соны топырлатып, жаңа жылдың міне бүгін уже сағат 12 болып қалғанда, сосын Кентаудан Шымкентке шығатын қандай мүмкіндік? Қар жауып тұр, далада мұз тайғақ, сондай кезде міне ол көп қасіретке алып келетін жағдай болады. Себебі кейде оны жастар байқамай да қалады өзінің қалай кіріп кеткенін. Содан кейін мен кейде ана спортшыларға айтамын, өзім анарда республикалық спорт колледжде 14 жыл қызмет істедім ғой, кейін кезде. Мен жастарға айтамын, сендер сәл бірдемен жегіп келсеңдер, сразу аспан, кейбіреулер аспан ұшып кетеді, оны ұшырып жүреді, вернее оны. Содан кейін олар түскісі келмейді ғой, жоғары шыққаннан кейін. Оны мен айтамын, сендерге түсіру үшін вертолетін жаңағы сатып алу керек, соны нанимать ету керек. Оның өзі де қанша қиындық туады. Сондықтан да жерде жүрген жаңағы адам қайықта болса жерге жақын болу керек. Сендер артық мойындарыңа қабылдай бермеңдер. Әрбір айтқан сөздің бәрі де ол саған жағатын нәрсе емес. Бірақ біз қазақ сондаймыз. Жоқтан мақтап, сәл биік болса болды үстін шаңын қағып, жаңағы соны қайтсек, соның қолтығына кіреміз деген неменен сол талай өміріміздің бәрінде сол өткіземіз солардың айналасында. Сіздің бір сұхбатыңызда көріп қалдым аға, қазіргі әкімдер мен министрлер показухамен айналысып жүр дедіңіз. Дәл осы сатылардан сіз де өттіңіз. Сіздердің кездеріңізде сонда басқаша болды ма? Жоқ, біздің кезде ол, мынау мен қызмет істеген кезде біз әлі советтік дәуірден мына тәуелсіздікке жаңадан келген кезіміз. Ол кезде мына бюджет, қаражат, мемлекетте қаражат деген жоқ. Соны қолмен жасау керек болды, жұмыс жасау керек болды. Мен мысалы үшін Шымкент қаласында жұмыс істеген кезде ол бүкіл өндірістің тоқтай бастаған кез, бүкіл өндірістің бәрі. Мен соны сол кезде білмейді екен, мен өзім бір беткейлеу адаммын былай. Сондағы ойым қалай да өндірісті жүргізу болды. Сөйтіп, сөйірде мынау өндірістің бүкіл союз промышленник дейді, өндірістің солардың жаңағы бірлестігін ұйымдастырдым. Қаладағы бүкіл заводтардың бәрін басын қосып, оған себеп болған. Бізде ол кезде мына ақша инфляция болып жатқан кез, қап-қап ақша болып кетті, мысалы үшін. Сабан ақша деген кез ғой. Сабан болып кетті. Сол кезде сөйтіп, жаңағы ақша жоқ қой айналымда. Біз бартерлік, айналымда араласу, бір-біріне қарыз беріп отырып,
жасау несін жасап, сөйтіп себебі әрбір үлкен заводтардың мынау қоймаларында миллиондаған ақшаға бөлшектер жататын әртүрлі. Өздеріне керек емес соның бәрі. Кезінде әкеле береді ғой соның бәрі. Соның бәрін есепке алып, қаладан бөлім ашып, сөйтіп бір-біріменен жаңағы қажет нәрсесінің бәрін мен сізге беремін, сіз маған бересіз, бәрін бұзайма за счет болады да, жаңағы бір-біріне ақша жоқ қой, ақша айырламыз. Сөйтіп бір заводты тоқтатқанымыз жоқ. Мен сол 2 жыл әкім болдым, 1 жыл 10 ай бары жоғы. Сөйтіп заводтардың бәрі жұмыс істеп тұрды. Менің ең үлкен істеген ісімнің бірі сол болды. Мүмкін оған қарамай, тағы да бұл аз болғандай, сол кезде мен енді ол кездегі менің бір артықшылығым, мен жоғары кеңестің депутаты едім. Ал кезде жоғары кеңестің депутатының статусы деген өте жоғары болады. Біз удостоверение көрсетіп, билетті тегін алып кете беретінбіз баратын жерге. Соншалықты сондай сенім жоғары болды, жоғары кеңестің депутаты деген. Сөйтіп бүкіл Қазақстанның орталықтары бар ғой, облыстың орталықтарының әкімдерінің бәрін Шымкентке жинадым. Не оны әкімшілік білмейді, өзіміздегі облыстың, не үкімет білмейді, не жаңағы президенттің аппараты білмейді. Өзіміз шақырып, сөйтіп жаңағы ондағы ойымыз, жаңағы мен жасаған нәрсені өндіріс бірлестігін әрбір қалада жасап, сөйтіп бір-бірімізден жаңағы взаимно за счет дейміз ғой, бір-бірімізге төлемді ақшасыз айырбастап, сөйтіп сол арқылы заводтарды жүргізу. Тығырықтан шығып кетудің жолы ғой бұл. Баяғы мына қазір импортозамещение деген сөз бар. Мына шеттен келетін товарды өзіміз шығару несі. Соны мен баяғыда сол 92 жыл 1-ші болып кіргізген қазақтың бірімін. Ол менің бір мақтаныштарымның бірі, себебі біз сөйтіп бірде-бір заводты тоқтатқанымыз жоқ. Енді оның бәрі әлі тарих біте қойған жоқ қой. Оны егер шынымен мені артық айтты десе барып көруіне болады. Сол жігіттердің де бар сөйлі сөйтіп, анау Қарағандының әкімі бар, соны президент қылып сайладық. Оның жасы менен 1 жас үлкен еді, сен жасың үлкен ғой деп, тағы шақырып алып өзі президент болып алды деп, өзі атым шулы адамым, мен фамилиям жеңіл, сондай тез шулап кете салады. Сөйтіп қойып жұмыс жасағанбыз. Ол бір керемет дүние болды. Себебі біз мысалға Шымкентте бір кішкене механикалық заводта автобус шығаратын едік. Онда жылына 1-2 автобус шығарады, 3 автобус кішкене қой соны. Соған керек бөлшектерді Россиядан алу керек қой. А сөйтсек, біздің Семейдің БТР военный заводы бар. Сол жерде Карданы, Валдейді, жаңағы басқа нәрсенің бәрі сол жерден алуға болады екен. Тағы басқа бір заводтан электропроводкаларын алуға болады. Сол сияқты өзіміздегі взаимоотношения бір-бірімізді айырбастау арқылы онда сол жұмыс істетуге болады. Сондықтан да сондағы менің ойым, мен жоғарыдағылардың ойына өте қарсы болған. Олардың ойы сол кезде олардың ойы бәрін құрту керек екен ғой. Барлығын ескі деп, оның бәрі біз жаңа мемлекет құрдық деген сияқты жаңа сөйтті құртты ғой. Қандай Шымкенттегі нефтепереvodный қалды енді, анау фосфорный завод, шийный завод, цементный завод, свинцовый завод деген. Свинцовый завод кезінде, соғыс кезінде 10 оқтың 9-ын шығарған завод. Қандай керемет, оны сонда тап-талқан шығарып бұзып, кәдімгі мола қалды ғой. Фосфор заводта қаншалықтық, енді ол фосфор деген завод деген енді бір ол стратегический завод болды ғой тағы да. Сол үшін шина заводтан баллондар шығаратын бізде өзімізде жоқ қой Қазақстанда. Соның бәрін жоқ қылды ғой, тіп-тіп қылып. А мен соған қарсы жұмыс істедім. Менің онда енді бізге ешкім айтқан жоқ, маған ешкім сұраған да жоқ. Маған ешкім ұрысқан да жоқ ол үшін жаңағы. Себебі бізге ұрысу қиын болатын, себебі мен қаланың әкімі емес, мен жоғары кеңестің депутаты едім. Мен халық сайлаған деймін бар. Сондықтан мен неге осы сайлау кездерінде халық сайлау керек деп айқайлап жүргеннің себебі де сол. Себебі ол статус маған керек емес, а соған келген сонда сіз алаңдамай жұмыс жасайсыз. Себебі сіздің арқаңызда сізді қолдаған халық тұр. Ең үлкен мәселе ол. Сайлаудың артықшылығы. А басқа жағдайда депутат ол билікке тәуелді болғаннан кейін сол жаңағы строймен тұрып, строймен барып, сол не айтты десе айтады, айтпайды десе айтпайды, сөйтіп жүрген заман. Әуелде ол бөлек уақыт болды. Сіз әкім болып келген жылдары Шымкент болсын, Жамбыл болсын, бұл кезде мынау біздің экономикамызда бір қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болған жоқ. Өте қиын қыстау кезде сіз ел тізгінін қолға алдыңыз. Сіздің тәжірибеңіз жетті ма, әлде қасыңызда мықты кеңесшілеріңіз болды ма? Жоқ, менің тәжірибем сол бұрынғы
мен енді оған дейін жаңа үлкен бірлестіктің бас директоры болып қызмет істедім ғой. Объединение Югстрой-Конструкция деген бірлестіктің үлкен бес заводы бар. Жаңағы мыңдаған адам жұмыс істейді. Сол жерде мен көп жыл қызмет істедім. 5 жыл бас инженер болдым. Содан кейін барып управляющий болдым. 89 жылы заң шыққан. О предприятиях и объединениях деген. Сөйтіп, мен тұңғыш рет сайлауға түскем. Сол кезде ана генеральный директор болу үшін мен өзім ол қызметті атқарып жүрмін, бірақ онда управляющий деп аталады. Бұл жерде мысалға 5 заводтың 5 расчетный счеты бар да, өздері сатады, өздері бәрін жеке болатын, самостоятельно жасайды. Мен тек басқарып отырамын. Содан кейін біздің жаңа заң бойынша бірлестік болды да, барлық расчетный счеттің бәрі бір-ақ жерде болады, менің қолымда егер мен бастық болсам. И бухгалтерияның бәрі централь орталықта болады. Араларда текущий счет дейді, мысалы үшін карандаш алуға, жаңағыда бірде майдашыда сатып алуға, олардың текущий счеті бар, бірақ басқа үлкен нені жасамайды, бәрі бір жерде болады. Сөйтіп адам қысқартып, экономить етсін деп жасалған нәрсе, сол кезде бірінші сайлауға түскен адаммын мен 89 жылы. Сөйтіп жеңіп, сол жерде генеральный директор болып істедім мен. Сондықтан ол менің үлкен тәжірибемнің бірі, енді шынында да өмірлік. Сондықтан енді облысқа келгенде әлбетте облыстың масштабы бөлек. Мен Жамбылға келген кезде жұрттың бәрі есінде ғой. Қап-қараңғы қара түнек қалада, не газ жоқ, не свет жоқ. Әлбетте ойлану керек болды. Сөйтіп мен ең бірінші бастаған жұмысымның негізі, мен күнде таңғы сағат 6-да қаланың басшыларын, қызметтегі сөйлердегі аппараттар көп қой, екеуден үшеуден бекітіп қойып, неге жібереміз ауданға. Сөйтіп кешке қайтып келеді сағат 11-де, сөйтіп сағат 11-де мен ана малы залда отырып жиналыс жасаймын, күнде шырақтың жарығымен. Бір айдай солай жұмыс жасадық. Содан кейін мен түсіне бастадым. Жаңағы неден, проблема неден, неге свет жоқ, неге газ жоқ. Мысалға, Асыл-Ата деген бір фирма бар екен, Пақтаралда. Солар келіп, жаңағы светтің, жарықтың бәрін солар арқылы ғана өтеді екен. Солар ғана хозяин. Мен айтам, бұл не деген сұмдық бұл? Посредниктер. Ақшаны алады, жаңағы әкімге есептеп тұрады, жаңағы кіріп. Болды, бәрі жақсы, оған да жақсы, әкімге де жақсы, бәрі свет жоқ, зато халық оған бәрі. Сөйтіп мен бір күнде бір шешімменен бәрін тоқтаттым. Шеттен келетіндердің бәрін, жаңағыдай посредниктердің бәрін. Қалай мен тоқтаттым, содан кейін таяқ лақтыра бастады маған. Бір шытым неғмат ет, біреу неғмат ет, сол ең үлкен мәселе содан басталды. Жұрттың көп адам ақшасыз қалды ғой жаңағы. Тегін тауып жүрген нелердің бәрі. Мен ең бірінші жақпай қалғаным сол болды. Бірақ свет пен газды бердім. Мен сол кездегі азаматтар бар шығар әлі сол көрген. Сол свет те болды, газ да болды. Зато менің туған жерім Шымкентте газ, сол Шымкент арқылы өтеді, Ташкенттен келетін аламыз ғой газ. Олар газсыз, светсіз отырды. Бір мен Жамбылдан жұмыстан кеткеннен кейін 1 жыл 9 ай жұмыссыз қалдым. Ал ойдегі Шымкенттің сол кездегі газсыз жұмыссыз отырған Тұрысбеков әлі күнге дейін кейін аппаратта жұмыс істеді, даже президенттің жаңағы несіне дейін көтерді. Вот солай, өмір солай. Кім қалай өмірде өзінің орнын таба біледі. Мынау Шерағаң, Шерхан Мұртаза туралы айтқым келіп отыр. Ол кісі кім болса соған пікір айтпайтын кісі, мінезі өте сондай бір қатал кісі ғой. Бірақ сіз туралы айтқан пікірінде оқыған едім. Амалбек Тышановты Жамбылға сыйдырмай жатыр деген. Сізді кім сыйдырмады? Менде бар. Енді оның бәрін ұйымдастырып жүрген кісі уже қайтыс болып кетті, ол менің алдымдағы әкім. Соның адамдары жаңа қызметімен олардың бәрін ауыстырдым ғой. Түгел ауыстырдыңыз? Түгел ауыстырдым. Бәрі бұрынғы партийный қызметкерлер ғой бәрі. Мен партийный қызметті істеген емеспін, мен вообще өндірісті істеген адаммын. Өмірімде партийный комсомолдық жұмыс жасағам жоқ. Сондықтан менің тілім шорқақтауда. Ал комсомолда істейтіндер олар білесіз ғой, керемет жастайынан сөйлеп үйренеді. Қайырға точка қою керек, қайырға нүкте өтірік қою керек, біледі бәрін. Оның бәрін біледі. Біз былай өндірістік тілменен керек жерінде қаттырақ, анау әріптерді қосып жүреміз жаңағы. Бірақ таза айтамыз, тек тиянақты ғана сөйлейді. Сөйтіп сол ұнамады, мен білмеймін. Мен ешкімге қиянат жасағам жоқ. Мен ең негізі келген кезде бірінші аппаратты жинап алып айттым.
міне бүгіннен бастап мен осы облысқа әкім болып келдім, сендер енді менің саясатыммен жұмыс жасайсыңдар. Маған ана бұрынғы әкім былай еді, жоқ былай еді деп, жақсы жаман деген сияқты маған ешқандай сөз айтыш болмады. Ұнайды, мен жауаптымын. Сондықтан мен ұнасам, істегілеріңіз істеңдер, істемейтін болсаңдар, есік ашық болды. Сонымен еш уақытта ол өткен әкім туралы әңгіме жинап, артынан еш нәрсе болған емес, атын да атаған емеспіз. Ол кісі келген де емес. Бірақ почему-то мені өте жек көрді. Сол өзінің сөйледі, бәрі соның адамдары ғой, енді қайда баяғыда партийный уақытта істеген адам, өзінің ауылы ғой енді. Солардың бәрі сол. Сөйтіп солар енді бастады, сол сөйткен бір заңсыз жекешелендіріп алған анау хлебоприемный пунктті бәрін. Соны халықты жылатып тұрып, енді оны мен кітабыма жазған, мен сізге сыйлаймын бүгін сол кітапты. Сөйтіп, сонымен үшін ақыр төбеме жетті ғой, шын қазақшалап айтқанда. Мен сол 2 жыл 3 айдан кейін жұмыстан босатты. Тағы жұмыссыз қалдыңыз? Бұл Шымкенттен кейін мен 4 ай жұмыссыз отырғам. Берді 1 жыл 9 ай үйде жұмыссыз жаттым. Әлбетте мен президентке барып, жаңа есігін қағып, айналасына жұмыс берген болар еді. Бірақ кейін ол кісі, ол енді ұзақ әңгіме, Заманбек айтып, мені Талдықорғанға қалаға әкім болып бар деп нетті, мен оған бас тарттым. Неге? Ол 99 жыл болатын. Себебі 99 жылы, естеріңізде болса, бұны үлкен қызметте кісілер біледі, Талдықорғанның қирап жатқан жағдай. Ештеме болады, вообще бір аккумуляторына кішкентай ғана завод бар, басқа ештеме жоқ, өндіріс орын жоқ қой Талдықорғанда. Сөйтіп маған бір күні ол история, енді оны мен кітапта жазған, бірақ анау кім звондайды, қысқа ғана айтайын. Заманбек звондайды маған бір күні, осындай бір жерде жұмысқа келіп кетті. Мен бір тойда отыр едім, жоқ бара алмаймын дедім. Онда қайырде айттым, айтқан жеріме келіп келген, мен де бардым. Шамал былай шыңкіреп алған екен, жақсы артында отырып. Мен кірдім, амандасқаннан кейін маған енді қысқа әңгіме айтты. Жаңа ғана мен президент шығарып салдым, ол кісі сені Талдықорғанға әкім қой деді. Ол кезде бұл облыстың әкімі. Сөйтіп мен айттым, Заке, рахмет. Ол кезде Талдықорған қирап жатыр. Мен айттым, Заке, дедім, мен жұмысқа барсам, мен сен Талдықорған барған кейін мен сенен бюджетке ақша сұраймын. Себебі біздің бюджетте ештеме жоқ. Сен менен жұмыс сұрайсың. Сен де қошқарсың, мен де қошқармын, екеуміз білесің ғой. Екеуміздің басымыз бір қазанға сәрмет деп едім. Ол кісі резонно деді. Тура дословно жаздым ана кітап осы туралы, тура солай. Сөйтіп айтты, солай деп. Содан айттым, мен сен анау президентке айт, қасында жүрсің ғой, мені мына қалаға қарап орынбасар қойсын деп. Ол да болмады, себебі кейін бір келгенде айтады, ол кім айтты дейді, Назарбаев айтты дейді, ой, шам төрге қойсам ол ананы орын тартып алады деп. Как будто мен бір хозяин сияқты. Енді ол мен туралы сондай бір пікір жиналған ғой, что мен бұзық жаңағы не қылады, үйтеді деп. Енді ол менің ол барым сол, енді сол қалай болса солай. Біздің Жамбыл жұртында Амалбек Тышанов туралы болса, әңгіме бірінші батыс қақпан айтады. Соны салдырдыңыз. Содан саябақтар. Осылардың ішіне бір аяқталмай қалған дүниелеріңіз болды ма Жамбылда жүргенде? Ең бірінші мен өндіріс туралы айтайын. Мен Шымкентте істеген жұмысымды неде қайталағым келді. Жамбылда. Сөйтіп, былай өндіріспен айналысатын, сол жерде бір заводтың директоры орыс жігітті, Савченко деген жігітті таңдап алдым. Сөйтіп, оны алғаш қалаға зам әкімге қойдым. Әкімнің бірінші орынбасары қылып 1 ай сол жерде істеді. Содан кейін көрдім жұмысын, содан кейін өзіме бірінші зам қылып алдым. Просто апқатат еттім де, қалай деп сөйтіп барып, оған тапсырма бердім. Біз қаладағы 47 кішігірім орташа заводтарды таңдап алдық. Бәріне экономикалық расчетін жасаттық. Оны жүргізу үшін не қажет? Біздің шамамыз келеді екен, бірін-біріне жайлап, шетінен бастасақ. Мысалы үшін бір завод істесе, тағы да бір 4-5 мекеме істейді. Ана материалдар келеді ғой, мысалы құрылыс саласы болса, құм келеді, анау тас керек, анау керек. Соқсып сөйтіп соларды бастап, біз даже бірнеше үйлер салғыздым, оны халықтан сұрасаңыз болады. Сол кезде ақша жоқта. Сөйтіп үйлер салғыздық, жаңағы әжептәуір жұмыс жасай бастадық.
ол бірінші мәселе. Сол бірақ соңына кейін мен кеткеннен кейін оның бәрі тарап кетті да, оның бәрі қысқартып тастады, ненің бәрі. Оны енді олар өздері біледі енді қалай істегеніне. Содан кейін мен сол жерде бір күні келсем, Грузиядан не кепті, цирк кепті. 150 теңге ма бір билеті, жаңағы ол кезде ақша жоқ кезде жұрттар кіреді. Мен ойладым, неге біз соның бәрі іштеме жоқ, оны өзіміз-ақ істейміз ғой деп. Сөйтіп мен проектісін жасатып, осы сөзден не жасататын болғам. Жаңағы цирк ашатын болғамыз соған проектісін. Себебі біздің өзімізде жан-жануар өте көп қой. Мен өзімде бір нелер, бір бүркіт сыйлаған бір жігіт. Сөйкен бір анау, мен шабандарға көп баратымын. Солар біретінде мен келеді деп бір 7 қасқырдың бөлтірігін ұстап алыпты. Соны екеуін алып келгем, анау тұратын жеріме. Сөйтіп жерге бақтым, соны кейін берем деп. Ол бір мәселе бітпей қалған. Содан кейін ең негізі Асанбай Асқаров, білесіздер ғой енді, ол Жамбылдың азаматы, еліміздің бір туар азаматы. Соғысы облыста бізде әкім бірінші хатшы болғанда 115 гектар жерге дендра саябағын ашқан. Керемет дүние енді ол. 5 аймақтың несін алып келіп. Тура соның проектісін жасатып, мен 115 емес 120 гектар жерге, 5 гектар жеріне питом үй жасаттым. Сөйтіп ол кезде күн ыстық қой, кейбір ағаштар біздің ыстыққа шыдамайды. Содан мен сөйден құдық қаздырып, су алып келіп, су жоқ қой, тамшы. Ал аэропорттың қасында сөйтіп, жүгері еккізіп, жүгерінің еккізінде, жаз кезінде жүгерінің ортасында өсетті. 1 жыл, 2 жыл солай болса, анау адаптация болады, үйрену, қалыптасқаннан кейін болады. Сөйтіп 120 гектар жерге нетіп, оны бәрі әдемелеп қоршап, бәрін істедім. Ол да қалып кетті. Ешкімге керек емес. Енді бұл енді былай қоғамдық нелер ол енді былай. Енді одан басқа да сол анау бізде 22 білем совхоздар болған қалада, облыста. Сол негізгі мәселе соны сөйтіп біз осында институт, осында бар КИЗ, Казахский институт зерноводства деген. Соның несімен бастығыменен академик Оразалинпен қарым-қатынас жасап, біз Шыра ауданға Мерке, Луговой, Қордай аудандарына Семеноводский невектік. Жаңағы бидай соғысының есімен. Оның артықшылығы, егер ол Семеновод болса, ол кезде мысал үшін бір цемент несі, бір тоннасы мысал үшін, условно айтайық да, $70 болса, ана кісілердің печаты бар нелер $230-250 болады бір несі. Уже 2-3 жаңа қымбат сатасы. Сөйтіп сатып, бір-екі совхоздар сатып, әжептәуір өздері тұрмыстарын жөндеп, оның бәрін мен жазғам, оны кейін оқырсыз кейін алсаңыз. Сөйтіп, осындай көптеген істер жаңағы аяқсыз қалып кетті. Содан кейін ең негізі сол қаланың генеральный жоспарын, бас жоспарын жасата бастаған мен. Себебі қала өте әдемі жасалынған ғой. Көшелері тар болған, ол ескі стандарт, бірақ соны қалай реттейміз. Жаңа қаланы кеңейту туралы, содан кейін қазіргі заманға лайықты қала жасау туралы проекттер. Соның бәрі қалды. Енді білесіз ғой, бізде бір жаман әдет, сізден кейінгі әкім сіздің істеген істеріңізді жалғастырмайды, керісінше. Енді Сұлтан Сарыбай келгеннен кейін, менен кейінгі әкім солар дендропарктың бәрін алды да, бір өзінің бір полковник, бір туысқаны бар екен, бір БХС-те істеген. Соған жекеге беріп жерді, сөйтіп жаңа жерін бәрін сатып. Сөйтіп, сол бар қанша 3000-дай ағаш егіп қойған едік бұл жерге. Ол дендропарк менікі емес қой, мен әкемдік емес, мен көшіріп әкетпеймін. Ол халықта. Ол деген халыққа, содан кейін ол бұның познавательный, ол кейін оқулық есебінде пайдалануға болады. Себебі әр регионнан келген ағаштардың бәрін оқысан қанша, онда кейбір ағаштарды көрмегендер көп қой. Мысалы Шымкентте солай, бірақ оны қарап оқытып жатыр ма білмеймін. Мен өзі қалада істегенде специально аптасына бір рет әр мектептің балаларын апарып, сол жерде соны специально сол сабақ өткізетін. Енді оны бастықтар қалай қарай істеді, о жағын мен хабарым жоқ. Сондықтан сол сияқты сол маған түсініксіздеу. Егер ол менің әкемнің тірлігі болса, онда бір бөлек. Даже бір жай ғана мәселе, ана западный қақпаға сол жерде бір шумақ өлең жазылған. Мен сол кезде мына Тараздың 2000 жылдығын өткіземіз деп, сөйтіп Фердоусидің өлеңі. Фердоусидің, сөйтіп мен соны
жаңағы президентке кіріп рұқсатын алып сөйтіп тараздың атын атадық қой біз, естеріңіз болса 97 жылы тараздың тарихи атауында сіздің қайтардыңыз ғой сол мен тұста. жасаттым ғой соның бәрін. Иә, енді соны қозғалтатын біреу болмаса ешкім бармайды ғой. Маған да сонда ақсақалдар айтты, ой, Көзбағыш, басыңызды ауыртып не қыласыз, анау Жамбыл кісінің атасы, басыңызда проблема болады. Мен айтамын, қандай проблема? Бір Жамбыл атамыз үшін облыс, қала, район, көше, магазин, мектеп бәрі бар. Енді Абай мысалы үшін, Абай мен Жамбыл екеуінің арасы әртүрлі ғой енді екеуінде. Ол кісі үшін тек бір аудан бар, Абай ауданы бар, басқа ештеме жоқ. Содан кейін мен барғанда президент жақсы қабылдады, ешқандай айтты, өте жақсы, дұрыс деді, сен дайындала бер. Сөйтіп тұңғыш рет президент өзінің тарихында басқа жерге барып указға қол қойды. Жарлыққа сол жерде Қараханның басына шатыр тіккізіп не істедік қой, естеріңізде болса. Сол жерде указға сол жерде қол қойды ғой. Бірінші рет Тараздың атын беру туралы. Енді Тараздың статусы өте бөлек. Тараз Алматы емес, Астана емес, это Тараз. Білдіңіз ба? Сондықтан соған лайықты жұмыс істеу керек те қазіргі басшылар. Сондықтан осының бәрі де сол бітпей болған істер, әлбетте көп. Енді оның бәрі майдайшының бәрін етіп жататын не жоқ. Бірақ мен ойлағам, мені жұмыстан босатты деп келген кезде де жұрттың алдында сөйлегенде айттым, мен ойлағам, мен келген кезде кемінде бір 4 жыл жұмыс жасаймын ғой деп. Соны 4 жыл. Оған енді 2 жыл деген не ол? Енді аға, халықтың арасында әртүрлі пікір айтылады. Ол заңдылық, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Ол сізге дейінгі әкімдерге де, сізден кейінгі әкімдерге де айтылды. Сізде лақап атыңыз бар, ағаш кесуші деген, иә? Содан кейін бізде мына Жамбыл облысында мынау бір сөз қалып кетті. Амалбектің тұсында СПТУ-лардың бәрін жауып, біраз адам жұмыссыз қалды дейді. Жоқ, ондай болған емес. Мен керісінше, мынау сол идеяны айтып жүргеннің бірі мен, мысалы үшін бұрынғы, себебі мен жұмыстан шыққан адам. Мен білем, мысалы үшін жаңағы СПТУ-лардың қаншалықты қажет екендігін. Себебі бізде орта жұмысшылар жоқ, мастерлер жоқ, прорабтар жоқ құрылысқа, мысалы үшін. Басқаларында да солай ғой. Ол деген Совет үкіметінің ең бір жаңағы ақылды мәселелердің бірі болатын. Бізге де қазір сол керек, қазіргі Қазақстанға. Өкінішке орай жоқ ол. Ол дұрыс емес. Оның бәрі біреулердің шығарып жүрген нәрсесі, мен оны қабылдай алмаймын. Мен керісінше сол идеяны көтеріп жүрген. Содан кейін жаңа нені айта кеткім келіп отыр, мен жаңағы қақпадағы жазу туралы. Ол да бір не болды ғой. Бір күні маған бір жігіттер звондайды. Сол жерде жазылған Фирдоусидің жаңағы 10-шы ғасырда айтқан мөп-мөлдір көздің қарасын тараздан ғана табасын деп. Соны Көкірекбаев деген істеді ғой, 6 жыл сол жерде әкім болды. Иә, сол бір жиналыста бір ақындар айтысында отырғанда бір ақын айтады, сондай деп айтты деп сөйтті. Алдырып тастапты, алдырып. Маған жігіттер айтқан екен, мен звондадым оған. Сен неге алдырып тастадың? Ана астында жаңағы 4 шумақты жазған Шамты жазып қойса, онда мен кеттім, алып тастасаң жарасып тұр. Оны Фирдоуси жазған ғой дедім мен. Сен білесің бе, сол бір шумақ өлеңнің 2 түрлі терең мағынасы бар деп. Бізде қандай дейді? Мен айттым, біріншіден, еш уақытта елдің, ұлттың еркегі сұлу деп айтпайды ғой, қызы сұлу деп айтады. Қызы сұлу ел, ол өркениетті, дамыған, мәдениетті ел. Соның қызы, тұрмыс жағдайы жақсы, жаңағы бәрі, соны айтады бірінші. Фирдоуси келгенде көрген, соның Тараздың қыздарының сұлу екендігінің бәрі. Бұлар оны теріс айтқан, как будто олар жаңағы қыздарыңыз жарнама жасап жатырсыңдар деді ғой. Жеңілдеп кетті деген сөз. Ақын деген айта береді, ақынға не айтады, оған күлкі керек емес, оған бір не керек. Екіншіден, біз Тараздың 200 жылдығына дайындап жатқанбыз. Ол 10-шы ғасырдағы Фирдоусидің келіп сол кезде Тараз деп айтқан, мөп-мөлдір көздің қарасын тараздан деген айтудың өзі себебі де Тараздың атауына себеп болған нәрсе ғой. Тарихи сәйкестік болып тұр ғой бұл жерде. Сәйкестік болып тұр. Сол кезде уже айтқан Тараздың. Значит, менің сол жасап жатқан тірлігім жаңағы 200 жылын өткіземіз дегеніміздің бәрі дұрыс екенін, Тараздың тарихи қала екенін тағы бір белгісі десем, ой, мен оны апарып аллея Любиге апарып қойдым дейді. Мен айтам, сен Люби жетіп жатыр оның бәрі. Енді ол сондай бастық. Оның көргені сол, білгені сол. Оған не айтуға болады дейсіз? Адам, біз пендеміз ғой, періште емес, біз кейде сөзден жаңыламыз, кейде істен жаңыламыз. Ел тізгінін ұстап жүрген Амалбек Тышановтың бір оңбай қателескен кезі бар ма?
ел тізгінін қолға ұстап жүрген жылдары? Ол енді оңбай деп не қылатын бүйтқан ештеме жоқ, бірақ мен өзім өмірлік мен сөзімді сіз қайталап отырсыз, мен барлықты айтамын. Мен періште емеспін. Сөзден де жаңалатын, істен де жаңалатын уақыттар болды деп. Сол кейде мен өзім мінезіме сәл асығыстық жасап, мен бірден шырт ете қалатын адамым да жаңағы. Бірақ еш уақытта бір кек сақтап нетпеймін, себебі ол ұмытып кетемін мен ондай нәрсені, былай не жоқ, уақытылында. Сондай бір тез бір шешім қабылдап, соның асығыстық болғаннан кішкене опық жеген уақыттарым болды. Оны кейбіреулерден даже кешірім сұрадым, даже кадр туралы болғанда да сол. Себебі адам ғой ол, да, кешірім сұрау деген ол ешқандай артық не емес. Басқа ол кәдімгі бүлдіріп қойған ештеме болған жоқ, мен ол үшін жауаптымын. Халықтың алдында ұялмайсыз? Жоқ, Құдайға шүкір. Сіз, мен қазір көп господ етіп жүрмін, көп оқыматсыз ғой, да? Сіз соның ішінде таптыңыз ба маған сол осыны үйтіп қойған адам еді ғой, бүйтіп қойған адам еді ғой деп. Әшейін кейде бір не болса, біреулер шығады, үйткен деп баяғы бірдемелерді айтып. Мен еш уақытта ешкімнің алдында ол төбедегіден басқа қарыз емеспін. Бірақ мен пендемін, періште емеспін, мен адаммын. Қателік, онсыз адам өмір сүру мүмкін емес. Білдіңіз ба? Мен оны барлықта айтамын, солай. Егер мен қателеспесем, алғашқы президент сайлауында сіз Назарбаевтың сенімді өкілі болдыңыз. Сол тұста өзіңіз де әкімдікке келдіңіз. Қарқынды мынау жұмыс жасай бастадыңыз. Қазір сол билікке сынды айтып жүрсіз. Сол кезде, соның ішінде жүрген кезде сол қателіктер сізге көрінген жоқ па? Жоқ, мен вообще өте алыс істедім жұмысты. Қызмет маған істетпеді вообще жалпы. Мен Шымкент қаласында 1 жыл 10 ай қызмет істедім. Зато халық мені 4 рет сайлады. Қалай ойлайсыз? Мен жұмыссыз жүрген адам, мен жұмыссыз отырдым, 4 ай жұмыссыз отырып келіп, жаңағы екінші рет сайлауға түстім. Кешегі әкім. Егер мен сөйге түкке тұрмайтын болсам, халық бетіме түкіріп тастамай ма? Керісінше, екінші сайлағанда да 5 адаммен түстік, бірінші турдақ. Мен көп кездесуге барғам жоқ, ұялдым. Кеше ғана тұшанып айқайлап жүрген бәрі, менің фамилиямды ғана айтып жүрген, вдруг мен бар, маған дауыс берші деп айтқанға айтуға, мен кейде өзімше, ол дұрыс емес әлбетте, халықтың алдына барып, жаңағы халықтан жәрдем сұрау ол артық емес, ешқандай оның кемшілігі жоқ. Бірақ мен сол баяғы ұяңшылық, ауылдың адамы, өзімше, бұл қалай мен барам, мен не істеп қойдым, сол ұят қой деп жүрдім. Бірақ халық өз бағасын берді. Кейін одан кейін де 2 рет мәжіліске депутат болдым. Даже мен сізге айтайын, мен Жамбылдан кеткеннен кейін 1 жыл 9 ай жаттым ғой, жұмыссыз. Мен, конечно, егер президентке барсам, алдына барып маған жұмыс берсем, жұмыс беретін еді ғой. Тауып беретін еді. Мен ешқандай намыстанып жаттым, ештеме істегенім жоқ мен. Мен Жамбылға жұмыстан басқа сағат, жаңа айтып отырмын ғой, сағат түнгі 11-ден түнгі 2-ге шаммен жұмыс жасаған кездеріңіз істеп, сол қалаға газ несін беріп, халық үшін қызмет істеген болмаса, мен ұрлап арқалап кеткен ештемем жоқ. Ешкім айта алмайды. Осы оқиғадан айтса шығар еді ғой мен. 28 жыл болды кеткеніме. Бірақ халық әлі сізді ұмытпады. Ұмытпаған, бұдан сол ол адалдық. Ал енді сондықтан да мен өте қатты ренжідім. Не істеп қойдым мен сонша? Сөйке жаттым, сонда бір күйеу балам бір фирмасы береді, соған кеңесші болып кіріп, енді кеңесші деген білесіз ғой, кеңес кейде бересің, кейде бермейсің, сол барып сөйтіп. Содан енді семьяны асырау керек қой бәрі сөйтіп. Содан кейін барып мен Шымкентке келдім, уже 3-ші рет сайлауға. 99 жылы. 10 адам болдық. Жоқ, 9 адам болдық, кешіресіз. Бірінші сайлауды ғой, 9 адам болдық. Оның ішінде облыстың әкімінің бірінші орынбасары Колесниченко деген, Сугурбаев деген қаланың әкімінің орынбасары, тағы да бір антимонополияның бастығы әйел. Солардың бәрі маған қарсы жұмыс, олардың бәрі Отан партиясынан. Мен сонда халықтың соншалықты сағынғаны мені естіп отыр ғой, соны Шымкенттің халқы да естеді. Мен бірінші турда 57-8%-пен өттім 9 адамнан. Мәссаған. Да? Қалай ойлайсыз? Сонда мен не істеп қойыппын, сонда мен қандай кемшілігім бар? Ал мені Тұрысбеков деген деятель келді да, келген жұмысқа келген күні ертеңіне босатты. Ешқандай күнә жоқ, конечно, мен соттасуыма да болар еді. Бірақ мен онда үйренген адам емес, мен тұрдым да кеттім, болды, жарайды, ұнамай ма болды. 4 ай жұмыссыз жаттым үйде. Ешкімге керек емес.
даже ағайын да қашып кетеді екен. ондай кезде. өзіңіздің естеліктеріңізде бар ғой, осы Шымкент қаласын басқарғанда да, Жамбыл облысынан кейін де осы жұмыстан босап қалғанда, кеше ғана табақтас болып қоян қолтық араласып жүрген адамдар теріс айналды деп. Енді сіз қайтадан кейін осы саяси сахнаға шыққанда сол адамдармен араластыңыз ба аға? Жоқ, араласқам жоқ, просто сәлем берем жоқ, бірақ мен ешкімді кексақтап кем жоқ, бірақ Сіз кекшіл емессіз? жоқ. Кешіру, кешірмеу деген ол енді адам пенде ғой, оның бәрі де. Оған мен өзім білемін кіммен сөйлесу керек, кіммен сөйлесу керек, олардың кім екенін. Сондықтан да біздің қазақтың ұтылып жүргенінде, біздің бүгін осындай жағдайда жүргенімізде осындай тіршілік. Бізде сол баяғы жалпақтық, жаңағы құлдық психология әбден бойымызға сіңген. Бастық болса соны қайтсек, соны қай қолтығына кіреміз ба, басқа жеріне кіреміз ба, соны іздеп жүру. Соның бәрі. Сол кімге керек? Мысалы үшін депутат болса, ойбай депутат деп төрге отырғызады. Депутат не бөліп беріп жатыр сізге, жеке или маған? Ештеңе бөліп береді ғой, солай ма? Бірақ солай қалыптасып кеткен. Ойбай, ол депутат не қылады саған? Шай бере ме саған? Жоқ, қатын алып бере ме сол? Ештеңе бермейді. Просто солай үйреніп қалған қазақ жалпақтап соны бүйтіп бір көрініп қалсам деп сөйтіп жүрген қазақ. Әйтпесем төрге ақсақал отырады. Біз сол баяғы, мен әлі қазір кейінгі кезде соны көп көтеріп жүрмін осы мәселені. Ел ағалар кеңесі деген бір ақсақалдар кеңесін құрып, бүкіл Қазақстандағы ақсақалдар жиналып, біз ол жерде ешқандай саясат жоқ. Біздің барлық ойымыз осы өзіміздің салт дәстүрімізді қазақи баяғы. Барлық бізден атадан қалған дәстүрді соның бәрін қалпына келтіріп, тілімізді орнына қалып келтірсек, баяғы қазақ болсақ деген ой бака бар кезімізде. Білдіңіз ба? Кім істейді оның бәрі? Кімге керек? Біз қазақ халқы егер өзімізді өзіміз жөндеп, өз қотырымызды өзіміз қасымасақ, біз ешкімге керек емеспіз. Ешкім бізді жақсы көріп, бетімізден сүймейді, құшақтамайды. Білдіңіз ба? Құдайға шүкір, сол Алланың берген сол баяғы ата-бабамыздың қалдырған кең байтақ жері мен байлығы әлі соны ұрлап үлгермей жатыр. Өкінішке орай. Әлі ұрлап үлгермей жатыр. Енді Қасым-Жомарт Кемелұлы бірінші келгенде айтты ғой, 162 миллиардер деп. Енді миллион болуы мүмкін кәдімгі. Миллиард дегенде табу үшін қандай бас керек, қандай жұмыс істеу керек. Енді соның бәрі белгілі емес па, соның бәрі. Сондықтан да біз халыққа көбірек мән беріп, халықтың қарын тойғызып, халықтың көңілін көтеруіміз керек. Халық көңіл көтерсе, сізде көңіліңіз жоғары болады, сізде бай болады, сізге ескерткіш қояды, сізге бәрін жасайды, егер сіз соған шамаңыз келсе. Сондықтан да сол осындай нәрсе, мынау адам жасын ұлғайған сайын көп ойлайтын, біз осы ұрпаққа не қалдырып бара жатырмыз деген сөз бар. Мысалға, менің де әжептәуір тәжірибем бар. Басымнан өткен да, менің бар, жасым бар. Неге біз қазір керек болмай қалдық? Ешкім сен кімсіз деп звондап сұрамайды да. Ешкім, енді ол мен, енді ол деген сөз мен көшеде қалып кеткем жоқ. Жалпы айтамын да, неге біздің разве айтатын әңгімеміз жоқ па? Обязательно соны телевизордан айту керек па? Неге біз кездесіп, еле сондай құрылым құрып, мысал үшін, мына халықтар кеңесі дейді, жаңағы кеңес. Кеңесте кім отырсыз, айтыңызшы? Давайте по-фамилии салыстырып көріңіз, кім отырғанын. Сразу білесіз. Бәрі сол кім айналасына жақын жүреді, солар келіңіз. Разве әңгіме осы да ма? Мысал үшін құрылтай деген кім? Құрылтай әр елдің рубасылары, сөздегі өте беделді, халыққа сөз жүретін ақсақалдар, кәдімгі да, сондай ақсақалдар, солар жиналады. Себебі ол қазақтың тағдырын шешеді. Тағдырын шешетін ада ойнап жүрген біреу емес, жүгіріп жүрген біреулер, өрде бизнесте жүргенде жүр, сөрде анау спортсменде жүр, анаусы, кім жүрген жоқ, біз болса болды, ойбай бірдеме. Әңгіме ол емес, біз бәрін басқаша таңдаймыз, біз пирамидамыз, бізде бәрі төмен теріс айналған. Бізде дұрыс пирамида болу керек. Білдіңіз ба? Халық төбеде отыру керек. Соның халықтың ішінде өз данасын, өзіне керек нәрсені халық өзі айтады. Мына кісі болады деп. Егер солар барса, конечно, олар кейбір сөздері билікке жақпауы да мүмкін. Почему жаға беру керек? Ода тұрған не бар? Қайта сөйтіп, оны билік өзін жәлелдейді. Ақсақалдар өзін айтады, мына не үшін біз бүйтеміз деп. Сөйтіп барып, соның бәрі мәселеге келеді. Ол таласудан, пікір айтудан қорқатын ештеме жоқ. Керісінше, ол сынды қабылдау керек дейсіз. Сын деген, сынсыз сын болмайды, мін болмайды. Міне, Америка не үшін дамып отыр? Қараңыз,
екі партия ғой былайынша, екеуі ақ өздері де, майдашылар бар енді, олар не қылмайды. Сол екеуі бір болса, ана екі көз сияқты да, бірі болса екінші дұшпан. Иә, дұшпан болғанда атып жатқан жоқ бірін-бірін. Бірақ солардың кемшілігі, олар бірін-бірін біледі, қорқады. Олар өздері кемшілігін не арқылы жаңағы тауып отыр бәрі. Сондықтан да оған бірдеме айтсаң жаңағы сразу жаңағы сіз әңгіменің бәрін содан бастадым ғой, апайсы деген сөзді. Апайсы деп сұрады. Қандай апайсы болуы мүмкін, айтыңызшы, мен өмір бойы осы халыққа қызмет істеп келе жатырмын. Титайынан шыр етіп жерге түскеннен бері сол ауылда жұмыс істедік 4-ші класстан бастап. Одан кейін жаңа айттым, 17 жасымнан бастап заводта жұмыс істедім. Сонда қандай менде апайсы болу керек? Менде қамқоршылық бар. Халыққа өзім шамам келгенше ағалық қылып, өз бала шағама деген қамқоршылық бар. Соларға деген жанашырлық бар. Себебі олар менің балдарым. Мен үшін ең қымбат менің өзімнің балдарым, өзім. Содан кейін сіз басқа сондай ғой, адам өзін өзі сыйлап, өзін өзі жақсы көрмесе, ол адамнан ештеме шықпайды. Оның бәрі мен прямо патриот, тек халықпын деп айтатын ештеме емес бәрі. Әркім. Аға, бүгінгі қазақ идеологиясының астап тұрған жері қайсы? Кім болса соның артынан еріп кетіп жатыр ғой халық қазір? Вот мінекей сол ғой. Біз мынау ол ең бірінші біз ұлттық негізімізді қайтаруымыз керек. Көрдіңіз ба? Бізде мысалы үшін қараңыз, әр ауыл болды. Біз ауылдың өзінде мысалы үшін біздің өзіміз ағайынды, мысалы үшін менің бабамның 5 ұлы болған. Бір ағалар әрқайсысы бөлек-бөлек қой. Солардың ішінде кейде әжелеріміз болатын. Ол әже әй деп айтса бітті, бәрі тынышталады, тыңдайды. Қазақ сөзге тұрған. Білдіңіз ба? Қазақ сөзге тұрған. Қазақтың тілі біздің алфавитіне немен қарағанда ең бай тіл. Ең бай тіл. Соны біз сол бай тілді меңгеріп жүрміз. Бай тіл. Ал енді соның ішінде сол бай тілдің байлығы соншалықты жаңағы бір ауыз сөз. Мысалы үшін дат дейді. Бір ауыз дат десе, ол қанның алдына барып дат дейді да, қанға өзінің несін айтады, пікірін айтады, уәжін айтады. Содан кейін оны түсінген, ешкім оны жау санамаған, оның барып басын кесіп тастамаған, жаңағын барып, или қудаламаған, артына түсіп алып. Наоборот, міне сол сияқты біз қазір өзіміздің ұлттық идентичность дейді ғой, өзіміздің негізімізді жоғалттық. Біз қай уақытта соны қайтарамыз, біз сол кезде ел боламыз. Оны қайтарудың жолы бар ма? Жол, оның бәрі біздің билікке байланысты. Көкелеріміз отыр ғой, ақылды. Солар егер біз неге ұлт болмаймыз деп, егер сол билік қазақша шапан киіп шықса, бәріміз шапан киіп шығамыз. Солай ма? Мен Жамбылда кепкім бар тұғын, есіңізде болса. Әдеме кеп киіп жүретін. Сол мен қалай кеп кидім, бәрі кеп кие бастады сөйді бәрі. Ол кезде мен 5-ші класс оқыдым. О, жүрә сол кезде. Надо было 10-ші оқыдым. Вот сол кепка солай адам. Біз қарап өсеміз де үлкенге қарап. Білдіңіз ба? Сол жаққа қарап, сап түзейсің, бой түзейсің, түзелесің. Сондықтан әрбір қызметтегі адам, оның жүріс түсі, киген киімі, оның сөзі, манера, бәрі бір мектептен өту керек адам. Білдіңіз ба? А бізде өкінішке орай оған мән бермейміз. Қалай болса солай. Енді өзіңіз қараңызшы, мына түрімізден басқа біздің қазақ ұлттық неміз қалды. Жартылайымыз молда болып жүрміз жаңағы, бәріміз жаңағы, араб болып. Сонда қандай араб? Қайда арабтың несін жазылған? Арабтың киімін кисең пейішке барасың деп. Мен әлі оқығам да жоқ, естігем де жоқ. Бірақ біз соған құмар болып жүгіріп жүр. Көріп жүрсіздер ғой, соңынан ертіп алады, ана күйеулері жаңағы басына орамал бір бөлен тартып алған. Тұмшаланып алады. Сол не болды сонда? Ол қандай мәдениет? Сондықтан мен кейде осындай сөйлегенде айтып жүрмін ғой. Өкінішке орай бізде қазір Қазақстанда енді әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ дейді. Сондай еліміз. Ренжісін ма, ренжімей ма, өздері біледі. Кімге арналады, кім не қылады. Бұл әй дейтін әже жоқ. Бұл отбасыда солай, ағайын ортасында да солай. Солай ғой. Қазақ сөйтіп өскенбіз, бір-бірімізді солай түсініп, бір-бірімізге көмектесіп. Қазір ешкімге керек емес. Ауылдың тәрбиелесі сонымен мықты болған. Асар жасайды да. Біз қазір сөзбен ғана айтамыз, іс жоқ. А біз баяғы қазақи тәрбиеге, қазақи өзіміздің өмірлік жолымызға, негізімізге қайтуымыз керек. Мысалы үшін Жапон халқы немен күшті?
олар еш уақытта өзінің ұлттық несін жоғалтқан жоқ. Олар құндылықтарын жоғалтпады. құндылықтар, олар қалай бүйтіп сәлем берсе, сіздің алдыңызда сәлем береді. Бізде сәлем салса, бұл ескіліктің қалдығы деп не істеді Сөнекей? Біз ескіліктің қалдығы деп. Ұлттық болмысымыздан жайлап ажырап кеттік қой. Вот қазір бізге біз қайтып қазақ болмайынша біз ел болмаймыз. Мен басқа ешқандай жол білмеймін, мен білем. Себебі қазақ халқы сондай таза, сөзге тұрған халық қой. енді бір-ақ ауыз сөзбен айтып отырмын ғой, сөзге тұрған халық, уәдеге тұрған халық. Қазір уәде деген бар ма? Ағайынды алдап, бірін-біріне қарыз біліп үйтіп, быт-шыт болып қырылысып жатқан заман. Неге олай болып кеттік? Не көрді сонша? Тек қана дүние ғана ма қазір? Әңгіменің бәрі дүниенің айналасында. Тек баюдың жолына түскен. Солай. Мінекей әңгіменің бәрі осының айналасында жатыр. Ағайынға керек емес қазір. Мен бір сұрақтар тікелей қояйыншы. Сізде ноқтаға басыңыз сыймайды. Ол белгілі. Барды бар, жоқты жоқ деп кесіп айтасыз. Олдан өзіңіз зиянында пайдасы болса да өзіңіз көріп келе жатырсыз осы уақытқа дейін. Енді сіз кезінде Назарбаевқа жақын болдыңыз. Соның жаңа басында сұхбат барысында айттық қой, сенімді өкілі болып жұмыс жасадыңыз деп. Енді мынау біздің Жамбыл облысындағы Махмадовтарды ұрдың ба десем, сіз жоқ дейсіз бәрібір. Сол Махмадовтарды қалай орнына қойдыңыз? Қалай қорықпадыңыз? Ол Назарбаевтармен терезесі тең болып сөйлескен адамдар. Мен қызмет бойынша ғана не болғаса еш уақытта жақын болып, ол кісінің бір ішкі тірлігі, сыртқы бір нәрсесін араласқан емеспін. Еш уақытта ол жұрттар ойлайды, ол да, сол мен сенімді өкілі болған шығар, может быть, Сөнекей менің жоғарғы кеңестің депутатымын, бір үлкен мекеменің бас директорымын. Соны не қылып мүмкін ол кісі маған Сөнекей сенімді өкілі болдым, соның мен кейін маған ұсыныс жасаған болу керек қалаға. Осы істей алады деп. Себебі мен қала өндіріс қой бәрі. Мен де өндірістің басшысы болғаннан кейін әрі жаңа депутаттық статусым бар, әрі жаңағыдай. Солай болуы мүмкін. Бірақ ол жақындық болса мен сөйтіп жұмыссыз жүре алмадым. Жаңағы Шымкенттен кейін 4 ай жұмыссыз жатып, Сөнекей маған жұмыс берген жоқ қой. Мен барып өзім халықтың алдына бардым. Халық маған жұмыс берген. Жамбылдан кейін де маған халық жұмыс берген. Содан кейін Жамбылдан кейін мен министр болдым сол неде. Есіңізде болса сол құрылыс саласында. Сондықтан ол солай. Ал енді ол мысалы үшін менің артымда неге өңшең аңыз жүреді? Мысалы үшін қатал болған. Оның бәрі қаталдықтан. Қаталдық пен қатыгездік деген сөзді ажырата білу керек та. Мен өзіме қатал адаммын, өте қатал. Еш уақытта ешкім менің алдыма басып кіріп, көзім шештім айтқан емес. Себебі ол мендегі адами сұст қызметте болған кездегі, ол менің өзімнің тазалығымнан, қарым-қатынасымнан өз адамдармен. Мен ешкімнің алдына барып, бас иіп, жаңа не сұрап неткенім жоқ. Мен қажет па? Тиянақты сұраймын. Мысалға, мысал үшін Жамбылда депутаттар жиналып, депутаттардың бір мәселе шешкенде мен қатысып отырамын ғой. Бізде залда шыбын ұшпайтын. Мен оны мақтанышпен айта аламын. Мен егер анау біреу сәл қозғалып сөйлеп отыратын болса, айтам. Қайтып кірмейсің берге Сөнекей. Мен бір-ақ рет айтам, болды соны. Қайта. Ол басшыға талап етіп соны орындау үшін әшейін сөзбенен үйтем деудің керегі жоқ. Просто тиянақты бар или жоқ болды. Іспен көрсету керек қой. Іспен. Мына болады, болмайды. Бітті сонымен ол өзінен өзі. Сондықтан да ол кіретін адам, конечно, жаңағыдай өзінің несі болса, аяғы дірілдеп тұрады ол, потому что ол адамның өзінің сол адами бір сұсты болады. Жаңағы ол тазалықпен немен келеді. Әшейін құр айқайдан емес. Сондықтан да ол Махмадовтың ешқандай, ол Махмадовты андай-мұндай дейді. Мен Сөнекей көмекшіге звондадым, ертең сағат 10-да барам деп. Бардым, күтіп алды. Бар, жауасын аралсам, самы қазіргі заманауи цех, бәрі жақсы. Бірақ мен әлбетте оны ішін тексерткенім жоқ. Ол кейін ол қамалды ғой, анау двойной жаңағы бухгалтер жасайды. Сол жағында мен қатысым болған жоқ. Бірақ ол Сөнекей айтты мен оған. Егер сен туралы көп әңгіме бар, егер істемейтін болсаң, ол қалай болса маған бәрібір сен Назарбаевтың досысың ба, дос емессің ба деп. Бірақ ол Назарбаевтың өзі де айтты ғой жиналысқа келгенде. Тұрғызып қойып айтты ғой. Ты что там говоришь, что ты друг Назарбаева деп, кімге? Махмадовқа. Жиналыста тура
біздің ана әкімшіліктің акті залы ғой, соны тұрғызып қойып айтты ғой оған. Сөйтіп айтады екенсіңдер деп, айтасың деп. Сөнекей мен туралы айтты. Ол кейде жаңағы ұрып алады дейді. Өзіңіз енді спортшысыз ғой. Мүмкін ол да керек шығар. Өзіңіз ойлап көріңізші. Қандай қажеттігі бар біреуді ұрып соғып былайынша логика жоқ қой енді, білесіз ғой. Бірақ солай. Бір ретінде маған кабинетте отырсам звондайды президенттің көмекшісі. Нұрсұлтан Әбішев тұрпен алдым, амандасып. Бірден маған, сен не әкім дұрысың ғой дейді. Мен айтамын, Нұрсұлтан Әбішев қандай әкім? Не білмейсің ба, кім тұрғаны дейді. Мен айтамын, білмеймін. Мен айтам, сізге оны білу қиын емес қой, звондасаңыз 5 минутта сізге хабар жеткізіп береді дедім. Бірақ Нұрсұлтан Әбішев, сіз біліп қойыңыз дедім, мен боксермін. Мен вообще ешкім тұрмаймын, мен ұрсам өлтіремін тура. Тұрып қойып қойды содан кейін. Ол болған әңгіме. Ол кісі тірі ғой, естісе не қылар, сол болған. Поэтому ондай нәрсенің бәрі де адам, сен өзіңе өте қатал не алатын болсаң, сіздің соңыңызда себебі әңгіме көп болады. Себебі шешімді, сіз менің кітабымды оқып шығыңыз, Сөнекей. Алла қаласа. Сондықтан да ол енді Алланың берген мінезі, Алланың берген несі, ол тазалық деген ол кемшілік емес. Жалпақтап, кім болса соңынан жүгіру деген ол менің неме жатпаған, біз тәрбиеміз солай болды. Екі анам жанымда отырып, балам адам дүниеге келгенде несібесімен бірге туады. Ешкімнің ала жібін аттап өтпе деп, басымнан сипап отырып әңгіме айтатын. Екеуі, біреу өзім туған анам, екіншісі ана балағып берген ғой, ешкім балалары болмағаннан кейін да сол кісілер. Сондықтан да мен кітапқа да жаздым, что мен бақыттымын, сол екі анамның аманатын арқалап өттім. Өтіп келе жатырмын. Адамнан арқалап? Аманатын арқалап. Екі анамның аманатын арқалап, солар қалай айтты, солардың несіменен келе жатырмын, мен сол үшін бақыттымын деп жаздым мен. Себебі оған толық менің правам бар. Ал енді мен егер бір сүрініп, бір қателіктер жіберсем, ол үшін мен кешірім сұраймын. Өмір ғой, адамбыз, пендеміз. Әкімге ең бірінші қандай мінез керек аға? Халықтың ақылсызы да бар, тентегі де бар ішінде. Ең бірінші өз ісіңе өзің берік болуың керек те, өзің айтқан сөзіңе, өзіңнің айтқан ісіңе, ол бірінші. Екінші, сен өз халқыңды сен сүюің керек, өзіңнің жұмысыңды. Сенің жұмысың, ол сенің өміріңнің несі, негізі. Сен ол мақтаныш, ол сен сондай қызметке жетуің, ол жауапкершілік. Ал енді сол жауапкершіліктің айналасында бәрі бар. Соның бәрін сақтай алсаңыз, сіз дұрыс азамат боласыз. Ал енді соның бәрі жаңағы шалқайып, ішімде не бар дейсің, ішінде не бар, мен ішімде не бар, сіздің ішіңізде бар, сол басқа ештеңе жоқ, екеумізде бірдей. Солай ғой. Кезінде жұрттар отырады, бүйтіп қарын сипап, ой, мен ішімде не бар деп. Ана оқтай жұтып алған адам құса, мойны бұрылмай қалады, жаңағы қызметке отырса. Қазақ солай ғой. Қолына бір портфель берсең болды, мойны зорға болады, денесімен қосылып бұрылады бүйтіп. Оның бәрі қаяқтан. Ол кәдімгі тура, мен соларға мен тіке талай рет айттым, не оқтай жұтып алғансың ба? Мойның бұрылмай қапты деп. Ода тұрған не бар, мен көріп тұрсам солай екен. Сондықтан ол үшін ренжитін ештеме жоқ. Оны есту керек адам. А біз егер қай уақытта сөйтіп естетін қылып айтамыз бір-бірімізге, ақта қара, сол кезде біз елімізді түзейміз. Қай уақытта біз әшейін, ой қойшы, көңіл қап кетеді, үйтеді деп жалпақтап соның жүреміз жаңағы не деп. Біз осы жүрген осылай жалғаса береді. Мысалға, сіз Жамбылдағы әкімдік қызметтен кеткеннен кейін, сол әкім болып жүргендегі жасап бастаған жобалардың біраз аяқсыз қалды. Бұл жүректі ауыртатын нәрсе. Осындай нәрсені дүниелерді сіз қоғамда ашық айтасыз да? Камерадан да қорықпайсыз, халықтан да ашық айтасыз. Өзіңіздің өміріңіз үшін қорықпайсыз ба? Балаларыңыз үшін? Ол қорқу-қорықпау, мен бір шекарадан аттап кеткен ештемем жоқ. Мен өзіме, өміріме байланысты нәрсені ғана айтамын. Мен білмейтін, көрмейтін нәрселер, жаңа да мен неде болып келдім, ел медиада жаңа өрді. Мен өзім көзім көрмеген нәрсені қаяқтан айтамын, білмесем. Ал енді мен өзім өмірден өткен нәрсені, мысалы үшін менің депутаттығым, мысалы үшін кешегі недегі, мен халық сайлаған депутат болдым да, сондықтан менің статусым өте жоғары болды. Мен сияқты халық сайлаған депутаттың бәрінің статусы жоғары болды. Оның, егер ол шын мәнісінде адал адам болса, халқына қызмет істегісі келсе, соған сондай мүмкіндік беру керек та.
пусть жұмыс істесін. Ол наоборот көмекші. Елдің басшысына да көмекші, өкіметке де көмекші, халыққа да көмекші. Себебі оның қолында әрі билік бар ешкіммен. Сондықтан өзінің жібі түзу болу керек та. Егер ана омыртқасы түзу болса адамның, ол бәрінде сол ойдағыдай жасайды. Біреуден артық болуы мүмкін енді, әркімнің көзқарасы, өмірлік несі әртүрлі ғой. Бірақ іске келген кезде ол соны дұрыс бағалап істейтін болса, одан халықта жаңа болады, оның өзі де жақсы, халықта, билікте, мемлекетімізде дұрыс жолда жүреді. Мынау соңғы референдумға байланысты сіздің айтқан пікіріңіз қазір өте бір резонанс тудырып жатыр қоғамда. Алла бетін әрғысын, аға бір күні Амалбек Тышанов өз-өзін 3 рет атып өліп қалыпты деген ақпар шықса, оған сенейік па, сенбейік па? Мен өзімді жақсы көремін сондай. Атпайсыз өзіңізді? Жоқ. Менің алдымда үлкен жауапкершілік бар. Менің ана кіші ұлым қазір 18 жаста. Ол нәресте әлі. Мен соны аяғына тұрғызуым керек. Енді қазақ зиялыларының ішінде қазаққа жанашитындар да саусақпен санарлық қана. Сол абыздың бір өзіңіз ғой. Кешегі өтіп кеткен қателіктерді бүгін қайталамас үшін бір-екі механизм айта аласыз ба? Ең құрмағанда бізді қазір мыңдаған адамдар көреді. Сіздің әр сұхбаттарыңыздың, әр жазбаларыңыздың астында 100%-ың 99%-ы сізді қолдайды. Сіздің пікірлеріңізді өмірлік негіз қылып алып жатырмыз. Аман тұрыңыз аға, бар болыңыз деген сияқты пікірлер өте көп. Бұл жерде бірақ нәрсе ғой. Мен енді оны философствовать етіп айта алмаймын. Ол бәрі адамның өзінің осы болмысында, оның тазалығында, адалдығында, адамгершілігінде, түсінігінде, санасының жаңағы өте жоғары дәрежеде болуында. Оған адам бірдей болып тумайды ғой, бірдей не болмайды. Адам бірден аспаннан түспейді. Бірақ өмірдің өзі тәрбие. Мүмкін мен сол қиындықтарды көрмесем, мүмкін мен басқа Амалбек болған болар едім. Мүмкін. Мен соның бәрін көрдім. Пісірді ғой сізді? Мені пісірді, мені ойландырды, мен білдім, мен орным қайда еді, неге мен осылай соншалықты. Мен мысалы үшін парламентте 10 жыл босқа отырдым. Мен парламентарий емеспін, мен оратор емеспін, мен ондай. Мен анау заводта қандай бір жұмыс бермесін, мен соны өліп талып, жаңағы шегім үзілгенше соны ұйықтамай жұмыс істейтін адаммын. Қандай бір жұмыс болмасын. Ол мен солай жаралға, ол маған Құдайдың берген. Парламентте мен 10 жыл отырдым, не істедім? Сөйледік, талай не жаздым, парламентте де талай шаруа істедік. Бірақ ол мен емес. Мен соны айттым, жігіттер келіп маған деді, мен айттым, сол жерде отырып, просто шалбарымыздың артын тоздырғаны болмаса, өрден басқа. Себебі оның статуста солай. Хотя ол кезде біздің алғашқы статусымыз бөлек еді. Баяғы жоғары кеңес болған кезде. Кейін әлбетте. Бірақ біз барда 2004 жылға дейін біздің парламент ерекше болды. Біздің әсіресе 99 жылғы біздің депутаттар біздер. Сол кезде Тасмағамбетов отставка жіберген парламент біз. Жер заңы туралы соны не қылмаған үшін, дұрыс көтермеген үшін оны сөйледі. Соның ішінде болған, сол кезде біз намыс деген топ құрдық, 25 адам. Сол топты бірінші ұйымдастырған мен, сөйтіп оған басшы сайлады, осы депутаттар естіп отыр ғой, менімен бірге болған, ең бірінші ұсыныс берген, сөйтіп жасап, сол ол кезде қандай абделдендер бәріміз, үлкен бәрі сол топтың ішінде болды. Сол кезде бізге айтатын апаның жігіттері, біз сол мәжіліс жүріп жатқан кезде президенттің өзі қарап отырады екен. Біз қатысқан едім бәрі. Себебі бұл күш, 25 депутат бір бақытты әрқайсысы өз пікірін айтып отырса, мен неде отырмын, сіз әнеде отырсыз. Уже тем более сайланған, жұрттың бәрі сайланған, жаңағы тағайындалған емес сайланған депутаттар, содан газет бар, телевидение прямой эфир көрсетіп отыр, оның артында сайлаушысы бар. Поэтому даже басқа пікірде жүрген адамның өзі солай бұрылады. Міне парламентарий дегеннің негізі сода. Берде тұрған ешқандай жоқ, берде жаулық жоқ қой, ешкім қарсы емес, президентке де қарсы емес біз. Мысалы үшін маған президент Тоқаевтан басқа болғанда не маған келіп асырай ма мені, білім әкеп бере ма?
Маған ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен тем более ол кісіні жақсы білемін, біз бірге қызмет істедік. Поэтому мен айтқан адресімде ешкімге жеке басына тұрған ештеме жоқ, мен ондай нем жоқ. Бірақ өкіметке мен өкіметтің істігіне мен өте риза емеспін. Мен просто өндірісте істеген, соның ішінен қайнап шыққан адам есебінде қателікті көріп тұрсыз ғой. Иә, бұрынғы министр есебінде. Сондықтан мен ыза болған екен айттым, біздің правительствоны бір жылға отпускқа жіберсең, ешкім іздемейді. Олар бар ма, жоқ па оны ешкім. Оны ренжібесін. Білдіңіз ба? Себебі мына қаланы, біздің қалада болып жатқан тірліктің бәрі. Осыны қараңызшы өзіңіз, қалада жүріп болмайды, сол емес па? Тек қана құрылыс, шексіз құрылыс. Неге олар? Қандай шексіз құрылыс бітпейтін? Содан кім қарқ болып жатыр? Кезінде мен министр жүрген кезде жаңада ана жерде маған сол сұрақ қойды. Мен сол кезде көтерген, парламентте көтерген. Әрбір құрылыс салатын компания салған ЖК-сында 30%-ін жаңағы мынау жай қарапайым адамдарға не қылатын бағаменен, жай социальный бағамен жасау керек деп. Оған кім қарсы болады? Ешкім қарсы. Егер бір ауыз, мысалы үшін, оны қаланың әкімі ғана шеше алатын нәрсе. Оны өзі құрылысшылар шақырып айтады: друзья, вот хочешь эту землю, мен мына жерді берем, мына аласың, 10 үй тұрғызасың ба, соның 30%-і тегін емес ақшаға. Бірақ ананы сен $1000 сатсаң, мынаны $200 сатасың квадрат шаршы метрін. Болды. Бірақ ауыз сөз. Сен апта тұрақ жасайсың. Этажный. Они ненің асты емес. 25-50 үйдің астында қанша машина сияды? 30-20 машина сияды. Сөйтемізді айтамыз ғой, парковка бар дейсіз. Қазір әр үйде 2 машина, 3 машина бар, бәрі далада тұр. Көшенің бойында тұр. Жүре алмайды. Осының бәрін шешуге болатын нәрсе ғой. Оған просто шешу керек. Шешетін адам керек соның бәрі. Оған ешкім бас ауырып жатқан жоқ. Сіз үшін бас ауыру ма біреудің? Мен үшін ешкім бас ауырып жатқан жоқ. Міне мәселе сода ғой. Ол халық, мен де халық, сіз де халықсыз. Нем артық менің? Ештеме жоқ. Мен де соның сол. Ол мен бір сөйлегенде маған да айтады: сіз жасыңыз осында болғанда сізге сол бірдеме керек болады. Маған ештеме керек жоқ. Еш нәрсені арқалап кетпеймін мен. Еш нәрсені. Бірақ менің де көкірегімде тұрған нәрсе. Мен қарсы емеспін ешкімге. Билікке де, президентке де, өкіметке де, әкімге де. Маған бәрібір кім болады. Самый главный сол халықтың жағдайын ойлап, мен де сол халықтың бірімін. Менің де сол көргенім бар. Мен соны өткен адам болғаннан кейін айтып жатырмын. Айтатын сөйлейтін сөзім жоқ болса, ештеме түсінбесем, не деп айтамын мен сонда бәрі. Сондықтан да мен артық айтсам, мен кешірім сұрағым келеді жұрттан, егер мен шынымен бірдемені асып жатқан ештемем жоқ. Сіздер депутат болған жылдардағы парламенттің салыстырғанда қазіргі парламентте сол сіздердің мінез бар ма қазіргі парламентте? Жоқ қой, қазір қаяқтан. Ол партийный список деген не ол? Партия не айтады соны жүреді. Бұл бөлек әңгіме, ұзақ әңгіме. Жаңа не айтты мен ол туралы ел медиада. Оны содан тыңдайсыз, бүгін кешке береді. Жақсы. Амалбек аға, бүгін алтыннан қымбат уақытыңызды бөліп, бізге келгеніңізге, сырлы сұхбатыңызды, мүмкін ішіне айтылмаған бір сырларыңызды осы жерде бөліскеніңізге, ақиқатты ашып, барды бар, жоқты жоқ деп бөлшек-бөлшек айтып тастадыңыз. Халық шындықты білет, өз батырын ұмытпайды. Аман болыңыз, бар болыңыз, дүние тұрғанша тұрыңыз. Сіздің жамбыл жұрты әлі ұмытпайды деп ойлаймын. Ұмытпағандықтан біз сонау Тараз жерінен арнайы іздеп сізді Алматыға келіп отырмыз. Сертинформ ақпараттық агенті өзінің бүкіл командасымен бүгін сол үшін сізді іздеп келіп отыр. Құрметті көрермендер, бүгін біздің Сертинформның подкастында қонақта болған Амалбек Қозыбақұлы Тышанов. Біз бүгінгі подкаст өзінің мәресіне жетті. Алаш серттен таймасын. Мен Жамбылға келген кезде жұрттың бәрі есінде ғой. Қап қараңғы қара түнек қалада, не газ жоқ, не свет жоқ.
сөйтіп тұңғыш рет президент өзінің тарихында басқа жерге барып указға қол қойды. Жарлыққа сол жерде ана Қараханның басына шатыр тіккізіп не істедік қой, естеріңізде болса. Сол жерде указға сол жерде қол қойды ғой. Бірінші рет Тараздың атын беру туралы. Енді Тараздың статусы өте бөлек. Тараз Алматы емес, Астана емес, это Тараз. Білдіңіз ба? Сондықтан соған лайықты жұмыс істеу керек те қазіргі басшылар. Алып кетті. Амалбектің тұсында сыпытулардың бәрін жауып, біраз адам жұмыссыз қалды дейді. Жоқ, ондай болған емес. Ел тізгінін ұстап жүрген Амалбек Тышановтың бір оңбай қателескен кезі бар ма? 4 ай жұмысы жатты үйде. Ешкімге керек емес. Біз қазір өзіміздің ұлттық идентичность дейді ғой, өзіміздің негізімізді жоғалттық. Біз қай уақытта соны қайтарамыз? Біз сол кезде ел боламыз. Мынау соңғы референдумға байланысты сіздің айтқан пікіріңіз қазір өте бір резонанс тудырып жатыр қоғамда. Алла бетін әрғысын, аға бір күні Амалбек Тышанов өз-өзін 3 рет атып өліп қалыпты деген ақпар шықса, оған сенейік па, сенбейік па?